Ата деймін. Ау, балам, не болып қалды? Ата, мені көршінің балалары ойнатпай жатыр. Ей, неге? Не үшін ойнатпай жатыр? Сен қаладан келдің, бұл ойынды білмейсің дейді маған. Ол сонда қандай ойын болды екен? Ой, білмеймін ата, асық ойыны дейме? Асық ойнау ма? Балам, сен босқа жылап шаршама. Одан да мені тыңда. Ата, айтыңызшы маған, шынымен де асық ойыны бар ма өзі? Әрине, асық қойдың жілігінен алынады. Қойдың жілігінен? Ой, оны алдымен тұзды суға қайнатып, күннің астына кептіреді. Және олар бірнеше түрге бөлінеді, балам. Бірнеше түрге? Ал қандай түрлері болады, ата? Мысалға, сақа, асықтың үлкен, әрі шымыр түрі. Кеней, көпшілік ойнауға арналған қарапайым асықтар. Және шүкейт. Шүкейт? Шүкейт жас малдың асығы, қойлық, қойдың асығы, көк табан, қорғасын құйылған салмақты сақа асық. Және топай. Топай? Топай сиырдың асығы, ал жабай ірі асықты айтады. Ой, қызық екен, ата. Ата, олай болса айтыңызшы маған, ал асықтың қандай атаулары болады? Балам, асықтың алшы деген атауы тәйкеге қарама-қарсы жағы, яғни алшы тұруы. Ал тәйке асықтың алшыға қарама-қарсы жағы, бүге. Бүге? Асықтың дөңес жағының жоғары қарап түсуі. Шіге асықтың қуыс жағының жоғары қарап түсуі, балам. Ой, ата, ал асықтың қандай ойын түрлері болады? Жаңа балалар қызықты ойындар ойнап жатқанын көрдім. Асықтың қанталапай, алшы және асық тігіп ойнау деген секілді ойын түрлері болады, балам. Өте қызық екен, ата. Бірақ менің түсінбегенім, асық ойынын сонда не үшін ойнаймыз? Басқа да ойындар көп емес пе, ата? Балам, асық ойыны қазақ халқының ұлттық ойындарының бірі. Асық ойыны баланы жастайынан жүйке жүйелерін шыңдап, оларды дәлдікке, ұстамдылыққа, байсалдылыққа тәрбиелейді. Ондай қасиеті болмаса, адам да төзімділікке, шыдамдылықта болмайды. Солай ма? Түсіндім, ата. Сізге үлкен рахмет. Мен де енді асық ойынын ойнау білетін боламын. Олай болса, ата, мен балалардан кешірім сұрап, олармен бірге асық ойынын жалғастырайын. Бара ғой, балам. Ал асығың алшысынан түссін, балам. Рахмет сізге, ата. Ей, балалар, мен де ойнау білемін. Жүгірме.